Егер заңдылық пен тәртіпті, жеткізу қызметін, медицинаны және өркениеттің басқа да жетістіктерін қамтамасыз ететін барлық ересектер кенеттен жоғалып кетсе, қоғам қалай дамиды екен? Қалған жас өспірімдер қоғам әрбір жеке адамның қалауы емес, қатаң құрылған жүйе екенін қаншалықты тез түсінеді. Мұны біздің кейіпкерлеріміз анықтағалы жатыр. Жергілікті шағын қалашықтың жоғары сынып оқушылары қойылым құруда, бірақ басталмас бұрын адамдар қалада бұрын-соңды пайда болған жағымсыз иісті сезеді. Көрермендердің орамалмен демалуға мәжбүр болғандарына қарамастан, қойылым сәтті өтеді. Қойылымнан кейін Кассандра әпкесі Элиге жігіттердің бірі Уиллге өз сезімін білдіруді ұсынады. Бірақ жігіттің жүрегі Гарримен кездесіп жүрген Келлиге тиесілі. Таң ертең қала басшылығы орта мектеп оқушыларын ересектер сасық иістің көзін құртқанға дейін орман лагеріне жіберуді ұсынады. Кетер алдында жігіттер шіркеу қабырғасында киелі кітаптан үзінді келтірілген граффитиді таң қалса байқайды. Жастар ата-аналармен қоштасып автобусқа отырады. Бірақ көп ұзамай мықты нөсер басталады. Оқушыларға жолдың бұлдыраңқы екенін түсіндіреді, және олар үйлеріне оралады. Бірақ оларды ешкімнің күтіп отырған жоқ екені белгілі болады. Ал ата-аналары телефонды көтермей жатыр. Көліктер орындарында тұрғанына қарамастан үйлерде ешкім жоқ. Кассандра барлығын алаңға жинайды. Ол иістің кесірінен барлығын эвакуациялады деп ойлайды. Ал қазір ата-аналары желі ұстамайтын баспанада. Тек таңды күту керек. Бірақ жастар уақытты тиімді өткізуді ұйғарып кеш жариялайды. Ал бір-екі жігіт шіркеудің есіктері ашық екенін көріп, ішке кіреді де намазхананың ішінде мереке ұйымдастырады. Барлығы естерін жоғалтқанша ішеді. Келли Гарридің басқа біреуге жылулық танытып жүргенін байқап кетіп қалады. Эли батылдығын жинайды да Уиллді сүйеді, бірақ жауабын ала алмайды. Ал жігіттер қабырғадағы граффитидің жоғалып кеткенін байқайды. Осы уақытта кешке бармағандар әлеммен байланыстың үзілгенін анықтайды. Ғаламтор мен теледидар жұмыс жасамайды және тіпті 911 де жауап бермейді. Ал ең бастысы, жағымсыз иіс мүлде жоғалып кетті. Таңертең бір топ жігіт көлікпен көрші қалаға жетуге бел буады, бірақ жол шекараға жақын жерде аяқталады. Әрі қарай тек қалың орман. Достар темір жол көпіріне асығады, бірақ онда да оларды сол бейне күтіп тұр. Жастар абдырап қалады, ал кейбіреулері қаладан жаяу шығуды ұсынады. Айқайласқаннан кейін барлығы үйлеріне тарайды және тамақ үшін алғашқы қақтығыстар орын алады. Біреу ең дәмді нәрселерді жинап үлгерген және бөліскісі жоқ. Эли тәртіп орнатуға тырысады, бірақ бұл іске аспайды. Ал Кассандра өзін нашар сезінуде. Оның туа біткен жүрек ұстамасы бар, және оны қалпында ұстау үшін оған дәрі-дәрмек қажет. Бұл арада бірнеше жастар орман арқылы жолға шығады. Онда қыздардың бірін жылан шағып алады, ал қалғандары оған қалай көмектесу керектігін білмейді. Ақырында қыз жан тапсырады. Экспедиция қалашыққа оралып, телефон арқылы басқаларды шіркеуде жиналуға шақырады. Оларды күтіп отырып, Кассандра тамақты ретпен пайдалануды ұсынады. Әйтпесе көп ұзамай аштықтың болуы ықтимал. Дау-дамай басталып, оны тапаншаның атылуы үзеді. Кэмпбелл Кэссиді ешкімнің басшы етіп таңдамағанын еске салады, және жігітте өзінің мүлкін ешкіммен бөлісуге ниеті жоқ. Оны қала сыртында тұратындардың ештемесіз қалғандары қызықтырмайды. Қыздың мәйітімен бірге топ кіріп келеді. Орманның бірнеше шақырымға созылып жатқаны туралы хабар дүрбелең туғызады. Бірақ кейбіреулері марқұм қызды жоқтап жатқанда, басқалары өз тәртіптерін орната бастайды. Кэмпбелл оны олардың үйінен көргісі келмей, інісі Сэмнен кілттерді тартып алады. 10 күн өтеді. Кейбіреулері әлі де марқұмды жоқтауда. Басқалары жазбалары бар шарларды ұшырып, өмірлерін жақсартуға тырысуда. Жоғарыдан белгі алуға үміттеніп, рәсімдерді орындайтындар да табылады, және бір күні күн тұтылады. Бірақ Горди мұның қалыпты құбылыс екеніне сендіреді. Апалы сіңілілердің үйіне мән-жайдың анық-қанығына жетуге тырысып жатқан бірнеше жастар қоныс аударып алады және дүкенде қалған азық-түліктерді түгендеуді шешеді. Мұны істеуге Уилл мен Эли тағайындалады. Бұл уақытта Гарри Келлидің алдында кешірім сұрайды, бірақ қыз жігіттен одан сайын алыстап бара жатыр. Элла дос табудың уақыты келді деп шешеді, бірақ әзірге мұнысы сәтсіз аяқталуда. Ал Сэм қалалық әкімдікке барып, әкесінің кеңсесіндегі құжаттарды зерттеп жатыр. Кейбіреулері Хелена уағыз айтып жатқан шіркеуге жиналады. Қыз олардың жүректеріне үміт оялатып, тәртіпке шақыруға тырысуда. Күндіз Келли Уиллді дүкенге көмектесуге шақырады, ал Эли басқа бұрышта тонаушыларды тоқтатады, бірақ жұпты бірге көргесін бойжеткен кетіп қалады. Кенет оны Гарри тоқтатады да қашқындар мен полицейлерді ойнауға шақырады. Эли оның қызының қазір кіммен және қай жерде екенін хабарлап, ұсынысынан бас тартады.
Горди бұл уақытта стетоскопты тауып алып, Кассандраның жүрегін тыңдауға тырысуда. Ал Эли әпкесінен өзіне қажет емес жігіттің жүрегімен ойнамауын өтінеді. Гарри дүкенге келеді, бірақ Келли онымен барудан бас тартады. Осы уақытта Горди Кассандраның жеке картасын тауып алады, өйткені ол оған көмектесе алатын барлық нәрсені зерттеуге қабілетті. Бұл арада Кэмпбелл Сэмді әкесінің кабинетінен ұстап алады, және ол фирмадан алынған иісті кетіруді талап ететін хатты көрсетеді. Ағасы барлық құжаттардың көзін құртады. Бұл оқиға үшін олардың отбасыларын кінәлаулары ғана қалып еді. Кеш батады. Гарри жастарды командаға бөлінуге шақырады. Қашқындар қашады, ал коптардың оларды көлікпен қуып жетулері тиіс. Эла басында ойнаудан бас тартады. Ол әрқашан қоғамнан шеттетілген тұлға болатын еді. Бірақ күтпеген жерден ол басқалармен бірге қашуға асығады. Ал Гарри Элиге жайғасады. Ойын басталады. Көліктер қалада құзғытып, қашқындарды ұстауда. Бұл уақытта Уилл кешкі ас әзірлеп жатып, Келлиге балалар үйіндегі балалық шағы туралы баяндауда. Бұл арада Эли қашқынды қолға түсіруге тырысып, көліктің астына тап болады. Бірақ кішігірім қорқынышпен құтылады. Ойыннан кейін жастар бассейнде көңіл көтереді. Күтпеген жерден Элла Гарримен жақындасуға келіседі, ал Кэмпбелл болса бұл уақытта Элді төсекке тартуға тырысып жатыр. Кенет электр қуаты істен шыға бастайды, және жігіттердің бірі фонариктерді әкелу үшін құрылыс дүкендерінің біріне барып қайтуды ұсынады. Бұл уақытта Кассандраға олардың ендіктеріндегі тұтылу 2024 жылы болуы керек делінген кітапты әкеледі. Гордидің болжауынша олар басқа ғаламда. Осы уақытта бір топ жастар құрылыс дүкенін тонайды. Жаппай төбелес басталады, ал Кассандра Гордиден әзірше олардың ашулары жайында ешкімге тіс жармауын өтінеді. Таң атады. Қираған көшелердің бойымен кеш көйлегіндегі қыз кетіп бара жатыр. Оны ол орын алмаған бітіру кешіне сатып алған болатын. Оны және тағы да басқаларын Кассандра шақырған, және ол қыздарды бірігуге шақырады. Өйткені ерлердің арасындағы наразылық тек жамандыққа әкеледі. Сонда Келли бір-бірін бұрыннан танитындарын еске түсіру үшін бітіру кешін өткізуді ұсынады. Қыздар кафеде мереке дайындап жатыр, ал жігіттер қыздарының идеяларының ұқсастығын байқап, қалада социализм құруға келіседі. Кейінірек барлығы шіркеуге жиналады. Онда Кассандра тамақ мөлшерін ескеретін, жұмысты тағайындайтын, және қалай аман қалу мен үйге қалай оралу керектігі туралы ойланатын арнайы комитеттің құрылатынын хабарлайды. Келесі күні таңертең жастар тізімдерден өздерінің есімдерін табады. Біреу түскі ас дайындап жатыр, біреу қоқыс жинап жатыр. Эли комитет мүшелігінен өзінің атын таба алмайды және әпкесіне шағымданады. Бірақ ол өзінің дұрыс шешім қабылдағанына сенімді. Адамдар қаланы ретке келтіруде дүкенге күзетшілер қойылады, ал түскі асты енді асханада барлығына бірдей дайындайды. Баспанасыз қалғандар басқа пәтерлер мен үйлерге таратылады. Енді Гарридің үйінде тағы 19 жігіттер мен қыздар өмір сүреді. Сэм мен Бек шіркеуді тазалап жатыр, және жігіт оны бітіру кешіне шақырады. Ал Эли Гарриге басқалардың ол үшін қаншалықты еңбектеніп жатқанын түсінбегенін мойындайды. Дәл осы күні Кэмпбелл Элге бітіру кешіне көйлек сыйлайды. Гарри асханадағы ауысымынан кейін үйіне оралады, және айналадағы былықты көріп ашуына мінеді. Бұл арада Келли әкесі мен Гарридің анасы екеуінің махаббаттарын растайтын жазбаны тауып алады, және қарым-қатынасты үзе отырып кетіп қалады. Бұл уақытта жігіттер бассейннің қасында әңгімелесіп тұр. Онда ашуланған Гарри Келли Кассандраның ықпалына толығымен тұтылғанын мойындайды, және шын жүректен командир қыздың өлімін тілейді. Кеш басталады. Жастар қолдан келгенше көңіл көтеруде. Уилл Келлиді биге шақырады. Мұны Гарри қызғанышпен бақылап отыр. Мұны байқаған Кэмпбелл оған тыйым салынған бұйымнан ұсынады. Ал Бекка Сэмге бала күтіп отырғанын мойындайды, және оның әкесінің атын атаудан бас тартады. Баяу композиция естіліп, Кассандра Гордидің ұсынысын қабылдайды. Содан кейін оны сүйеді. Бірақ осы кезде музыканы Келли үзеді де, өткен өмірлерімен қоштасуды ұсынады. Құрбылары оның мұңды ұйықтауларын тоқтатып, биді жалғастыруды ұсынады. Кейінірек Кассандра Гордиге оның айналаны жинауға қалуы керектігін хабарлайды, және оны үйде күтуін өтінеді. Жұп бірте-бірте үйлері мен бөлмелеріне тарайды. Кассандра жалғыздықта қалады. Ол залды тазалайды да қоқысты лақтыруға шығады, бірақ кенет жақын жерде біреудің бар екенін сезеді. Ал келесі минутта оқтың дыбысы естіледі де, қыз жерге құлайды. Келесі күні жігіттер қабір дайындап жатыр, ал Горди Кассандраның денесіндегі оқты зерттеп жатыр. Барлығы шіркеуге жиналады. Онда Эли шыдай алмастан мұны отырғандардың қайсысы жасағанын мойындауды талап етеді. Қызды жерлеп тастайды, ал қалада қорыққан қыздардың арасында дүрбелең басталады. Көбісі белгілі себептермен жұмысқа шықпайды. Горди қылмыс орнын зерттеуін жалғастырады.
Кейінірек жігіттер жағдайды талқылап, Эллиді сергіту үшін бірге жиналады. Осы кеште Люк Хеленнің үйінде әкесіне тиесілі қару-жарақтың толықтай қоймасы жасырылғанын біледі. Қалғандары да қолдарына іліккен затпен қарулана бастайды. Тапанша иегерлері дүкендерді тонайды. Элл кісі өлтіру кезінде Кэмпбеллдің онымен бірге болғанын дәлелдемек болып жатыр. Ал Сэм Бекканы қолдап, жоспарланбаған балаларды жақсы көретінін айтады. Келесі күн асханада қауіпті жайт орын алады. Онда бірнеше адам қаруларын шығарады. Қуанышқа орай, ешкім зардап шекпеді. Бірақ кейінірек комитет Эллидің үйіне жиналып, оны өз қоғамын басқаруға шақырады. Жігіттер оны үнемі қорғап жүру үшін күзетшілерді құрады. Кейінірек Элли бұл жайында шіркеудегі жиналыс кезінде жариялайды және барлық қаруды тапсыруларын талап етеді. Комитеттің таң қалысына орай Кэмпбелл өзінің тапаншасын өз еркімен әкеледі. Осы күні Элл жалпы киносеансты ұйымдастыруды ұсынады және Келли оған қолдау білдіреді. Гарри барған сайын тыйым салынған бұйымдарға құмартып бара жатыр. Оның үйіне іздеу келіп, барлық табылған қаруларды тәркілейді. Тек Хелена ғана сол бойы тапаншасын бермейді. Кешкісін Кэмпбелл сеансқа барудан бас тартады, бірақ Эллдің бір өзін жіберуге рұқсат береді. Жастар шіркеуге жиналады, фильм көріп, попкорн жейді және бұрынғы уақыттардағыдай күледі. Бұл уақытта Сэм оның ағасының аты жазылған тапаншаны көреді және олардың үйлерінде қарудың ешқашан болмағанын баяндайды. Кинодан кейін достар күлкілі эпизодтарды естеріне түсіріп, Эллді шығарып салады, ал Кэмпбелл оны қарсы алуға шығады. Бұл уақытта Сэм балалық шағында оның ағасы құстың балапанын аса қатыгездікпен өлтіргенін баяндауда. Атанасы шындықты адамдардан жасыруға тырысты, бірақ жігіт нағыз сезімсіз қобыжық. Элл ванна қабылдап жатыр, ал бастапқыда оны сипалап отырған Кэмпбелл кенеттен оны тұншықтыра бастайды. Қыз шарасыздықпен қарсыласады және көп ұзамай жігіт оны босатады да, қызға әрқашан қамқорлық танытатынын айтады, ал бұл үшін қыз ешқандай мәселелерді тудырмауы керек. Таңертең Элл ауладан итті тауып алады, ал жігіттер бұл уақытта Кассандраның өлімін талқылауда. Кенеттен олардың бірі Дьюи Гарриге сен оның өлімін қалаған жоқ па едің дейді, сондықтан ол қалаған тыныштығын қамтамасыз етті. Есеңгіреген жігіт Эллиге келеді. Гарридің тыңдап болған соң, гвардия Дьюиді тұтқынға алуды және оның үйін тінтуді шешеді. Бұл арада Кэмпбелл Эллдің итті үйде қалдыруына сабырлы түрде рұқсат береді. Таң атқанда күзетшілер Дьюидің үйіне басып кіреді, оны тұтқынға алады, сондай-ақ табылған тапаншаны Гордиге береді. Ал тұтқынға алынғанның өзін болса үйлердің біріндегі шарап жертөлесіне қамайды. Элли барлығын жиналысқа шақырып, жаңалықты хабарлайды. Ал Горди Дьюиге қыздың денесінен табылған оқты көрсетеді, ол оның қаруымен бірдей. Түнде Элли мен Уилл нағыз сот өткізуді шешеді, ал Гарри тағы да Кэмпбеллден тыйым салынған бұйымдарды сатып алады. Бұл уақытта жігіттердің бірі Дьюиді мойындатқысы келіп, оны соққыға жығады. Бірақ Элла мен қалған күзетшілер құлшынысты тергеушіні қуып жібереді. Таңертең Элла Хеленді адвокаттың рөлін ойнауға әрең дегенде көндіреді, әйтпесе сот заңсыз болмақ. Жастар шіркеуге жиналып, алқабилер өз орындарына жайғасады. Горди айыптаушы рөлін атқарады және таңбасына назар аударта отырып оқты көрсетеді. Дьюи оған жала жабылғанын мәлімдеп, наразылық танытады. Хелена қарсылық білдіруге тырысады, бірақ өте сенімсіз дауыспен. Гарри шақырылып, Дьюимен не сөйлескені жайында баяндайды. Хелена тағы да барлығынан күмәндана бастағанда, Гарри кісі өлтіруші оның сөздерін іс-әрекет деп қабылдап, мұны жасағанын мойындайды. Бұл уақытта Элл итінің жоғалып кеткенін байқайды, ал Кэмпбелл қолын көпіртіп тұрып жуып жатыр. Бұл қызға жаман ойларды туғызады. Таңертең қазылар алқасы жігітті кінәлі деп табады, және ол мұның бәріне Кэмпбеллдің тікелей қатысы бар екенін айтады. Ол орнынан атып тұрып, шіркеуден кетіп қалуға тырысады, бірақ күзетшілер Элланың үкімімен жігітті тұтқынға алады. Келесі күні Люк Эллиден шешімді тезірек қабылдауын өтінеді, және қыз Гарриді қамаудан бас тартады. Айтылған тілекке бола жазалауға болмайды. Кэмпбелл қыздың бетіне күледі, өйткені Дьюидің сөздерінен басқа ешқандай дәлел жоқ. Элл де жігіттің кісі өліміне қатысы бар екенін растайды. Бірақ Эллидің қысымымен қыз Кэмпбеллді не жіберуге, не өлтіре салуға болатынын ескертеді. Осы уақытта Гарри Эллиге бассейннің қасында анық қандай сөздерді айтқаны есінде жоқ екенін мойындайды, өйткені ол мас болатын. Оның үстіне оның үйі, енді жатақхана, сүйікті қызы да одан бас тартты. Түнде Уилл Элланың жатын бөлмесінде, еденде ұйықтауға жайғасады, өйткені ол оны ең мұқият жолмен күзетуге уәде берген. Таңертең үйге оралу комитетінің отырысы өтеді. Олар дронды ұшырыпты және елді мекеннің биіктігінен қарап, айналада тек орман бар екеніне көз жеткізген.
Олар сондай-ақ Файфер есімді ер адаммен сасық иіс туралы хат алмасуды тапқан. Кейінірек достар орын алған жағдайды талқылайды. Дьюи аштық жариялады. Адамдар ешқалай шешім қабылдай алмай жатқан Элланың үнсіздігіне қапалы. Сол түні Кэмпбелл үйге оралады және аң-таң болған Элге оны босатқандарын хабарлайды. Кейінірек Эл достарына мұны оның жасағанын мойындайды, өйткені жігітті соттайтын ештеңе жоқ. Сэм бұл күннің құнын төлейтіндерін ескертеді. Түнде Элла ұйықтай алмай жатыр. Оның басқарушы болып шешім қабылдағысы келмейді. Уилл егер тәртіп сақталмаса қаланың жойылатынын еске салады. Адамдар оның сөзін бөлуден қорқулары керек. Таңертең Элла Дьюиге өлім жазасын тағайындап, мұның осы қаладағы зорлық-зомбылыққа ниеттілер үшін ескерту екенін еске салады. Түнде Горди тапаншаларды дайындауда. Екеуі бос оқ-дәрі мен біреуі жауынгерлік оқпен оқталған. Осылайша орындаушылар кімнің өлтіруші болатынын білмейді. Дьюиді орманға келіп, орындыққа байлап тастайды. Күзетшілер қаруларын дайындап жатыр. Элла санақ жүргізіп, оқтар атылады. Жауынгерлік оқтың иесі дәл тигізе алмаған сияқты. Элли өлім жазасын қайталауды бұйырады, бірақ Гриз бас тартады және сонда тапаншаны қыздың өзі алады. Дьюи кешірім сұрап жалбарынуын жалғастыруда, бірақ оқтың атылған дыбысы естіліп, осы жолы ол нысанасына жетеді. Өлім жазасының барша қатысушылары болған жайтты ауыр қабылдайды. Осы кезде Гарри келеді, Дьюиді адам өлтіруге итермелегені үшін кешірім сұрайды. Элли оны қуып жібереді. Ал басқа бөлмеде Бекка сәбиінің алғашқы қозғалыстарын байқап, қуанып жатыр және Сэмнің осы нәрестенің әкесі болайыншы деген өтінішіне рұқсатын береді. Бұл арада Гриз өзінің қорқақтығы үшін Элладан кешірім сұрайды. Бірақ қыз ашуланбайды, өйткені Дьюи оларға 2 рет зиянын тигізді. Кассандраны өлтіріп және оларды адам өлтіруші етіп. Қалғандары да кімнің оғы Дьюидің өміріне нүкте қойғанын түсінбестен қиналуда. Ал Люк Хеленаға сөз салады. Элли болса бұл уақытта Уиллді қуып жібереді. Ол оны қорқынышты шешімді қабылдауға мәжбүрледі, және енді қыз мұнда шынымен де жауапты. 6 ай өтеді. Адамдар ережелерге сәйкес жұмыс жасап, өмір сүруде. Түн ортасынан бастап коменданттық сағат. Апта сайын жиналыс және ең бастысы, кім жұмыс жасамаса, сол тамақтанбайды. Күзетшілер еңбек тәртібінің сақталуын үнемі тексеріп отырады. Жұмысқа шықпағанның нақты себебі болуы тиіс. Гарри тазалаушылар тобына тап болды. Бұл бұрынғы мажорға мүлде ұнамайды. Ол ауысуға тырысады, бірақ енді бұнысы іске аспайды. Ал Элис қорқынышты түс көреді. Онда қызды өзінің күзетшілері өлім жазасына кесіп жатыр, және бұл жағымсыз сезімдерді тудырады. Бірақ алда алғыс күні және қыз дайындыққа толығымен кіріседі. Уилл қаладағы азықтың көктемге дейін жететінін мәлімдейді. Сондықтан мерекеден кейін Гриз егіншілікке қолайлы жерлерді табу үшін экспедиция жинайды. Басқа амал жоқ. Бірде Бекка Келлиге сәбидің әкесі Сэм екенін айтады. Бұл қызды таң қалдырады, өйткені ол көгілдір. Ал Элли адамдарды далада жұмыс істеуге мәжбүр еткені үшін қиналуда. Сонда Уилл ақыры оған қолдау керек болғасын, сайлау өткізуді ұсынады. Бұл арада Хелена өзінің анасының той көйлегін шығарады. Ол нағыз тойдың болғанын қалайды. Келли болса ауруханаға барады. Ол құрбысының босануына көмектеспекші және осы үшін ол акушерлік кітап пен УЗИ аппаратын зерттей бастайды. Осы кеште Элла Уиллдің алдын кешірім сұрайды және әжесінің рецепті бойынша амброзияны дайындайтынын айтады. Кэмпбелл болса мерекені Элли екеуі үйде өткізетіндерін шешеді. Бұл уақытта жұмысқа баруын доғарады және тіпті күзетшілердің келуі де ештемені өзгертпейді. Жігіт ауыр күйзеліске ұшыраған. Сол күні Гриз Сэмді кітапханадан табады және онымен мылқаулар тілінде түсінісуге тырысады, бірақ оның британ тілі кітабынан сабақ алғаны белгілі болады. Жігіттер қателерін түсініп күледі, ал Люк бұл уақытта Хеленге жүзікті тарту етеді. Бұл арада Элли Гарридің есіне азық-түлікті тарату ұстанымын салады, бірақ тіпті мұның өзі жігітке ешқандай әсер етпейді. Мереке күні таңертең Хелена күннің кестесін жариялайды. Асханада тамақ әзірлеу, кешкі матч және шіркеудегі кешкі ас. Бірақ адамдардың жүздеріне сол бойы күлкі ұяламайды. Барлығы өздерінің отбасыларын еске алып отыр. Сонда қыз олардың әрқайсысының маңызы зор екенін айтады. Бір адамды жоғалту басқаларының да өлімге бір қадам жақындауларын білдіреді. Бұл уақытта ел денесіндегі көгерулерді жасырып, айнаның алдында күлкісін жаттықтырып жатыр. Ал Келли Бекканы УЗИ кабинетіне әкеледі және нәрестенің алғашқы суретін жасайды. Элла тамақ әзірлеуді бастайды және асқабақ бәлішін жасайтынын хабарлайды. Оны жігіт қатты жақсы көреді. Ал ол болса өзінің отбасын ешқашан жақсы көрмегенін ашық айтады.
Бұл арада бүкіл қала мерекелік кешке асыға дайындалуда. Күзеттер күрке тауықтарды қуыруда, ал қалғандары үстелдерді жинап, залды безендіреді. Ал Элла гаражға барып, антифриз бөтелкесін тауып алады да, оны бәліштің құрамына жомарттылықпен қосады. Бұл уақытта Гриз Сэмге өзінің көкөніс бақшасын көрсетіп жатыр, ал үйге оралу тобы Гордиге есеп беруде. Тұтылу күнтізбесін зерттеп, жұлдыздардың қозғалысын салыстыра отырып, олар параллельді ғаламда екендерін анықтады. Адамдар естігендерін түсінуге тырысып, үндемей тұр. Ал Элли олардың отбасылары мен жерлері орнында екенін еске салады. Демек, үйге оралатын жолдың болуы керек. Көңіл көтеріп болған соң, жастар дастархан жайылған шіркеуге барады. Уилл Келлиді түнгі серуенге шақырады, және ол келіседі. Ал Бекка уақытты жаңа досымен өткізіп жатқан Сэмді бостан-бос күтіп отыр. Бұл арада Эль Кэмпбеллді бәлішпен сыйлап, өзінің отбасын еске алады. Оның алғыс күнін ешқашан тойламағанын естігесін, жігіт олардың шіркеуге барып, мерекеге қосылатындарын мәлімдейді. Қыз қарсылық танытады, бірақ ол уланған бәлішті алады да, Эльді өзімен сүйреп әкетеді. Шіркеуде ол тәттіні ортақ дастарханға қояды. Ал Эль тәттінің бір бөлшегін алдымен Элли, содан кейін басқалары кесіп алып жатқанына үндеместен қарап тұр. Хелена алғыс айту дәстүрін бастайды. Барлығы кезек-кезек біреуге, немесе олардың аман қалуларына көмектесетін әлденеге алғыс айтуда. Эль ақыры үзіліс алып, бәліштің қалдықтарын жеп қояды. Осы уақытта театр импровизациясы қойылымды бастайды. Көрермендер экскурсия тақырыбын береді, және әртістер орындай бастайды. Бірақ бірте-бірте ертегі оқиғасы олардың жаңа әлемге тап болуына ұласады. Онда оларды зұлым мыстан басқарады. Ол Эллиге қатты ұқсайды. Қыз кетіп қалады. Артынан жетіп келген достары басты әртіс Лексидің мұны әдейі жасамағанына сендіруге тырысады. Бірақ Элли бұған сенбейді. Оның үстіне қыздың асқазаны ауыра бастайды. Мұны күпті болып қалдым деп санап, ол төсекке беттейді. Кэмпбелл мен Эльде бұл уақытта үйлеріне оралады, және қыз бірден жуынатын бөлмеге кетіп қалады. Ал Уилл Келлимен кездесуге барады, және күтпеген жерден олардың арасында жыныстық қатынас орын алады. Эллидің жағдайы болса барған сайын нашарлауда, және ол Уиллді шақырады. Хабарламаны қабылдаған жігіт оның үйіне асығады. Осы кезде енді Эльдің жағдайы нашарлай бастайды. Алаңдаулы Кэмпбелл есікті сындырады да, оны дірілдеп, аузынан су ағып жатқан жерінен табады. Уланғандардың бәрі ауруханаға апарылады. Онда Горди мен Келли алас ұрып жүр. Тамызғышты қою керек, бірақ мұны ешкім жасай алмайды. Кэмпбелл Эльді әкеледі, және Келли Гордидің нұсқауымен оның тамырына ине салады. Қыз дәрі қабылдай бастайды, бірақ қасынан Хеленаны көргесін, оның жаны үшін дұға етуін өтінеді. Ал оған тамызғышты орнатқандарын білгесін, бұған наразылық танытады. Осы сәтте Бекка да пайда болады. Келли өз көзіне сене алар емес, ал қазір бәлкім толғақта басталатын шығар. Ол Сэмге хабарлама жібереді, бірақ мұны Гриз оқиды. Уилл Эллиді ауруханадан табады, және оны мектептегі күлкілі оқиғаларды еске салып, оны барынша тынышталдыруға тырысады. Дегенмен оларды қызғаныш сезіммен Келли бақылап тұр. Ал Бекканың төсегіне Сэм мен Гриз келеді. Қыз Сэмді нәрестенің әкесі деп сілтейді, және бұл Гриздің көңілін түсіреді. Ол жұпты құттықтайды да кетіп қалады. Бұл уақытта Горди уланудың себебі тағамдағы болды деген шешімге келеді. Көп ұзамай барша зардап шегушілердің жағдайлары жақсарады, және олар үйлеріне тарайды. Элли достарымен бірге оларды кімнің және не үшін улағысы келгенін болжап отыр. Осы сәтте олар үйде дайындалып әкелінген бәлішті естеріне алады. Күзетшілер үйлерді аралап, асханаларды тінтуде. Кэмпбелл мұндай жаңалыққа таң қалады, және қыздың қобалжып тұрғанын байқап, бәлішті өзі де жегенін хабарлайды, ал демек ода ешқандай күдікті қоспа болмаған. Бұл арада Лексиді жертөлеге қамайды. Қыз киімін ауыстырып алуына мүмкіндік берулерін өтінеді, өйткені ода етеккір жүріп жатыр. Оған киімді әкеледі, бірақ олардың көзінше жалаңаштанып киімін ауыстыруға мәжбүрлейді. Бұл Лексидің намысына тиеді. Бұл уақытта Келли Уиллдің көзін оның Эллиге деген шынайы қарым-қатынасын ашады. Жігіт оны әлдеқашаннан бері жақсы көреді, бірақ мойындай алмаған. Ал олардың кездесулері қателік болатын. Келлидің өзі болса Гарридің төсегіне көтеріледі. Олар серуенге шығады, ал жынданған Лекси бұл уақытта Эллиге оның күзетшілерінің мінез құлықтары туралы баяндайды. Бірақ қыз айтарлықтай ештеме болмады деп санайды, және жігіттермен айналысқалы жатқан жоқ. Бұл уақытта Кэмпбелл Эльден оның бәлішке нені қосқанын мойындатуға тырысуда. Жігіт қыздың оны өлтірмек болғанын түсінді, бірақ оған тіпті оның батылдығы ұнап жатыр. Олар бір-бірлеріне ұқсас, өйткені ол өз қылмысын мойындамау үшін барлығын өлтіруге дайын болды.
Ал Эли жаңа ережелер туралы жариялайды. Үйде дайындалған тағамды әкелуге болмайды және кез келген адам қатыса алатын шынайы сайлауға келіседі. Түнде Уилл Элидің қасына ұйықтауға жайғасады. Таңертең қабырғаларға бланкілер ілінеді. Онда кез келген адам мэр немесе мэрдің көмекшісі ретінде өз аттарын үміткерлікке ұсына алады. Кэмпбелл онда дереу Гарридің атын жазады. Күзетшілер де өздерінің мәртебелерін көтеретін уақыттың келіп жеткенін түсінеді және мэр болуға үміткер ретінде Люктің атын жазады, ал қалғандарын оның көмекшісі ретінде. Бұл арада Горди уланудың себебі антифриз болғанын анықтайды. Бірақ бұл тапсырманы жеңілдетпейді. Ол кез келген жанармай бекетінде бар. Уилл болса Элиге, сені жоғалтып ала жаздағанымда сенің мен үшін қаншалықты қымбат екеніңді түсіндім дейді. Бұл арада Кэмпбелл Гарриге оның атын дауыс беру тізіміне енгізгенін хабарлайды. Бұған жігіт мүлде қуанышты емес. Сонда азғырушы оның нені жоғалтқанын еске салады. Үйден, көліктен және қала басшылығынан. Бұл уақытта Хелена Элдің қанды қолын көреді. Оның қысымынан соң қыз оны Кэмпбеллдің ұрып соғатынын және одан қатты қорқатынын мойындайды. Хелена оның бұл жайында Элиге айтып беруін талап етеді және қызды өзінің үйіне әкетеді. Бұл уақытта Гриз ауыл шаруашылық жерлерін іздеу үшін экспедиция жинап жатыр. Хеленаның үйіндегі бөлмелердің біріне қоныс аударады. Олар мектептегі шақтарын еске алып, бұрынғы реніштері үшін бір-бірінен кешірім сұрайды, бірақ кенеттен есік қағысы естіледі. Кэмпбелл оған тиесілі нәрсені беруін талап етеді, бірақ Хелена есікті жауып тастайды. Осы уақытта Келли Гарридің неліктен әкім лауазымына жазылғанын білуге тырысуда, ал Хелен Люктің сайлауға түсу ниетіне таң қалады. Ол оның күшіне сенбейтінін білдіреді және жігіт өлгенше ренжиді. Эли болса Уиллге жағдайды түсінбей жатқаны туралы баяндайды. Бір кездері ол оны теріс қайтарған, ал енді кенеттен қарым-қатынасты бастады. Қыз барлық қалаға жауапты және жігіттің оның шешіміне ықпал етуін қаламайды. Бұл арада Хелен үйде бөгде адамның жүргенін сезеді, бірақ барлығын шаршаумен байланыстырады. Таңертең ұйқыдағы Хеленнің видеосын қабылдайды және Кэмпбеллдің мұнда түнде болғанын түсінеді. Бұл уақытта Эли күзетшілерге олардың сайлауға қатыса алмайтындарын хабарлайды. Өйткені олар әскер және оларсыз жүйе жай ғана ыдырап кетеді. Ал Хеленаға жазбаны қалдырғасын, оның үйінен кетіп қалады. Күндіз Эли Гарримен жолығады және оған пікірталас ережелерін береді. Ал күзетшілердің үйінде оның сөздері талқыланып жатыр. Жігіттер қыздың пікірімен келіспейді, бірақ Гриз Элиді қолдайды. Бұл уақытта Элиге келеді, қылмысын мойындайды және оны қамап тастауын өтінеді. Кэмпбеллдің оны ұрып жүргенін біліп, Эли ойланып қалады. Ол қыздың кінәсін ашықтан ашық жариялай алмайды, өйткені сонда оны соттау керек болады. Бірақ еш айыптаусыз тұтқынға алу да мүмкін емес. Оның үйінде қалады. Таңда Кэмпбелл Элдің тұтқынға алынуы туралы біледі және күзетші оны ішке кіргізуден бас тартқанда ол Элиге қоқан-лоққы көрсетеді. Кейінірек қала тұрғындары Гриздің экспедициясын шығарып салады. Бұдан кейін шіркеуде пікірталас басталады. Гарри қожайындарды олардың мүліктерін қайтарып берулеріне және өзгелердің тағдырына араласпауға шақырады. Эли болса өздерін қамтамасыз етіп, қысты өткізу үшін бірігуді ұсынады. Бірақ кенеттен оны Лексидің пайда болуы үзіп жібереді. Ол да өз кандидатурасын ұсынғысы келеді. Күтпеген жерден ол Гарриге қарсы шығады, бірақ ол Элидің де диктатурасына қарсы. Сөздерін растау үшін ол өзінің киім ауыстыру оқиғасын баяндайды және Элдің қамауға алынуының себебін сұрайды. Бірақ Эли қыз жайында айтудан бас тартады. Соңында Лексиді көпшілік қолдайды. Кешкісін Келли мен Бекка телефондағы суреттерін көріп шығуды шешеді және күтпеген жерден Келли олардың бірінен олардың автобустарының жүргізушісі болған ер адамды таниды. Екінші зерттеу экспедициясы айтарлықтай ұзаққа созылады, бірақ үшінші күн өте олар сол бойы қолайлы ештеме таба алмайды. Қаланы қалың ормандар қоршап тұр және оларды тазартуға отаршылардың күші жетпейтін сияқты. Демек азық-түлік үшін айқас басталады. Бұл уақытта Лекси үгіт насихаттарын жалғастыра отырып, ыдыс жуғысы келмейтіндердің немесе көше тазалағысы келмейтіндердің арасынан бірнеше жақтастарын табады. Эли Кассандраның киімін Элмен бөліседі, ал Сэм Бекканы тынышталдыруда. Ал Келли Гарриге ер адамның суретін көрсетеді және оны шенеулік анасының кеңсесінде көргендерін еске салады, бірақ ол ештеңе айта алмайды. Бұл арада Эли Лексиден үгіт насихатты доғаруын өтінеді, өйткені жеңу бұл жұмыстың жартысы ғана. Ал адамдарды азықпен қамтамасыз ете алмаған кезінде ол не істейді? Бірақ Лекси ақылға қонымды дауысты естіп тұрған жоқ. Уилл сайлауды кейінге қалдыруды ұсынады, бірақ Эли наразылық танытады. Ол өзінің жеңілісіне мойынсынуға шақырады.
Гарри Кемпбелден тыйым салынған бұйымның жаңа дозасын сұрайды, және ол келіседі, егер тек жігіт билікті күшпен тартып алса. Осы уақытта Гриздің тобы үлкен бос алқапты, және оларда жайылып жүрген күркетауықтарды тауып алады. Келли болса Эллидің тобына жүргізуші Файфердің суретін көрсетіп, оның Гарридің анасы мен Сэмнің әкесімен жанжалы туралы әңгімелейді. Сонда жігіт қаланы истен арылту үшін Кемпбелл жойған келісімшартты мойындайды. Файфер 1,5 миллион алуы керек еді, бірақ Сэмнің әкесі төлеуден бас тартты және иіс қайта пайда болды. Қаладан оларды дәл осы ер адамның алып кеткені белгілі болады. Бірақ автобуспен басқа ғаламға қалайша тап болуға болады. Сонда мұның олардың ата-аналарының істері үшін жаза болғаны ма? Кенеттен олардың жерлері жоғалып кетті ме? Осы сәтте Беккада толғақ басталады. Топ ауруханаға барады. Ал бұл уақытта Кемпбелл күзетшілердің құлақтарына лапша іліп отыр, және аңғал жігіттер оның сөздеріне сенуде. Бұл арада зерттеулер жақын жерден табылған су қоймасындағы ауланған балықтармен кешкі астарын ішіп отыр, және ұзақ уақыттан бері алғаш рет оларға енді аштықтың қауіп төндірмейтініне қуанады. Бұл арада Люк төңкеріске қарсы шығады, бірақ достары оны бопсалайды, өйткені ол олардың жоспарлары туралы біледі, және жігіт ақыры көнеді. Түнде Хелена Люктің алдында кешірім сұрайды, өйткені ол Лексидің міндетті түрде жеңетініне сенімді. Түнде Бекка қыз туады, ал таңертең Хелена Эллиге апта сайынғы сөзінде оны қолдауға дайын екенін хабарлайды. Күзетшілер бұл арада Лексиге сайлаудың болмайтынын айтады, және қызды оларға қосылуға шақырады. Кейінірек олар Эллидің үйіне басып кіреді, сайлауды бұрмалады деген айыппен оны және Уиллді қамауға алады. Кемпбелл Эллді сатып беруін талап етеді, және қызды оның бөлмесінен табады. Жігіт оны босататынын жариялайды, және Эллдің бағынуы керек. Күзетшілер Гордиді босатады. Элл одан кетуін өтінеді, өйткені ол оларға ешқалай көмектесе алмайды. Ақырында Кемпбелл Эллден Эллидің бетіне түкіруін бұйырады, және ол бұйрықты бұлжытпай орындайды. Хелена сөз сөйлеп жатқанда Эллиді айыптап жатқан қастандық жасаушылар пайда болады. Адамдар бұған сенбейді, бірақ Лекси енді Гарри екеуінің әкім болатындарын жариялап, наразылық танытушыларды дүр сілкіндіреді. Көңілі қалған Хелена жылап жатыр, дегенмен Эллидің кінәсіне ол толықтай сенбейді, және оларды бақылауда ұстау үшін Люктан жаңа билеушілердің қасында болуын өтінеді. Ал Гарри бірінші кезекте үйіндегі жалға алушыларды қуып шығады. Келли болып жатқан жайтқа ашулы, бірақ ештеңе істей алмайды. Бұл арада Элли кетіп бара жатқан күні шіркеу қабырғасында олардың таразда өлшенгені және бұған лайықсыз болып шыққандары туралы жазбаның пайда болғанын есіне алады. Кемпбелл болса Эллден бұдан былай қашпауын өтінеді, және Эллимен не істеуді білмей жатқанын мойындайды. Жұпты алаңға келеді, онда ашулы тобыр оларға тас жаудырады. Күтпеген жерден оларды Лекси қорғайды. Олар үңгір адамдары емес, және барлығы заң бойынша болуы тиіс. Осы сәтте алаңда Гриз пайда болып, Эллиге өзінің тапқандары туралы хабарлайды. Әйел итті сипап жатыр, бұл тура бір кездері Эллдің тапқан итіне ұқсайды. Содан соң әйел кітапханаға кіреді, онда оны көптеген балалар күтіп отыр. Олардың алдыларына жайғасқасын ол Питер Пен туралы кітапты оқиды. Қабырғада олардың қалашықтарындағы бір кездері қайтыс болған жоғары сынып оқушыларының есімдері тұр. Өкінішке орай Netflix сериалды жалғастырғысы келе, бірінші маусымнан соң жауып тастады. Сюжеттегі көптеген қателіктер мен сәйкессіздіктерге қарамастан, идеяның өзі өте қызықты. Егер жолдан қосылған көрермен болсаңыз, арнаға жазылып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Сіз үшін бұл бірнеше секунд, ал мен үшін 100 мың жазылушыға бастап барар үлкен қадам. Тезірек 100 мыңға жеткізіп тастайық. Лайк басыңыздар және фильм туралы ойларыңызды пікірге қалдырыңыздар. Сіздермен бірге болған кино әлемі келесіде кездескенше.